Балық көптеген адамдардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Адамдар өзен, теңіз және мұхит, сондай-ақ ақ және қызыл, майлы және майлы емес балықтарды, яғни әртүрлі балықтарды жақсы көреді. Адамдар оның кез келген түрін жей береді және қайнатылған, бұқтырылған, буланған және көмбештелген, тұздалған, маринадталған, ысталған, тіпті шикі балық болсын, өзінің ерекше дәміне байланысты кез келген адамның көңілінен шығып тәбетін ашады. Ет тұтынатындарға қарағанда балық жейтіндер көп, өйткені тіпті ет жемейтін кейбір адамдар балықтың артықшылығы оның етінің құрамында екенін біле отырып балық жейді. Оның құрамында А, Д, Е дәрумендері мен калий, йод, темір, магний, фосфор, селен, мырыш бар. Тауық еті секілді балық құрамында да адам ағзасына жақсы сіңетін өте жоғары сапалы ақуыздар бар. Ол өз кезегіндегі ағзадағы қажетті барлық аминқышқылдарды қамтиды. Балықтың пайдасы: ағзадағы жоғарғы сапалы ақуызға қанығады, қанның ұю функциясын қалыпқа келтіреді, қандағы холестеринді төмендетеді, қалқанша безінің функциясын қалыпқа келтіріп және оның ауруының алдын алады, көру қабілетін жақсартады, жүйке жүйесін қалыпқа келтіріп, жатты ұйқыны жақсартады және тітіркенуді азайтады, өмір сүру ұзақтығын арттырады, тері, шаш, тырнақ, сүйек және тістің жағдайын жақсартады, зат алмасуы қалыпқа келтіреді, жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алуға және жүрек-қан тамырлар жүйесін нығайтуға ықпал етеді. Сондай-ақ балық жегеннен артық салмақ қосылмайды. Тіпті майлы балықтың өзі құрамындағы майлы қышқылдарының арқасында салмақ қосуға ықпал етпейді және оны тұтыну арқылы артық салмақтан арылуға болады. Сол себепті де диетологтар салмақ тастағысы келетіндерге көмбештелген немесе балықтың зияндылығы. Балық бірнеше аспектілердің әсерінен зиянды болуы мүмкін. Егер балықтың өзі зиянды болса, оның құрамында зиянды және улы заттар болса, соның ішінде майлы балық, диарея және іштің қатты ауруын тудыратын қоңыр балық, бурый, скарзуб немесе фугу, ит балық, кірпі балық, ай балық, қырымды мұртты балық және теңіз шортаны секілді балықтардың бәрі улы және олардың сал ауруына немесе тіпті өлімге алып келуі мүмкін. Егер балық паразит жұқтырса, балық көп жағдайда адам ағзасында құрттың немесе басқа да құрттың пайда болуына себеп болады. Сондықтан оны жегіде емес пісіріп жеген дұрыс. Егер балық дұрыс сақталмаған болса, балық тез бұзылатын өнім және ол арнайы сақтау талаптарын талап етеді. Ақталған балықтың құрамында қатерлі ісік тудыратын канцерогенді заттардың артық болуына байланысты зиянды деп саналады. Бірақ суық қақталған балық аса зиянды емес, ал ыстыққа ысытылған балық канцерогенді заттар көп. Балықты қалай жеу керек? Дұрысы суда немесе буда пісірілген балықты жеген жөн. Себебі балық осындай жолмен әзірленгенде пайдалы заттардың көп мөлшерін сақтап қалады. Сондай-ақ көмбештелген балық та пайдалы, ал маринадталған, ысытылған, тұздатылған және кептірілген балық тек жоғарғы сапалы болса, дұрыс дайындалған жағдайда ғана пайдалы болады және оның паразиттерді жұқтыру қаупі де аз. Балықты қалай сақтауға болады? Жаңадан ауланған жас балықты тоңазытқышта немесе мұздатқышта сақтауға болады. Оны тоңазытқышта бірнеше күн ғана сақтау керек, ал мұздатқышта бірнеше ай сақтала береді. Егер сіздерге айтылған ақпарат көңілдеріңізден шығып жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетулеріңізді өтінемін.